Өнер адам болғандықтан мен өз саламның негіз мамандығымын дей тұрғанмен сұрақ келіп жатыр. Халықтың арасында жүргеннен кейін бәрінен хабардар болу міндетіміз. АЭС, яғни атомный электр станция мәселе бойынша Қазақстанда үлкен салынады деген үлкен әңгімелер қозғалып жатқан екен. 6 қазан күні сол мәселе бойынша халық шешеді, халықтың ырғағымен. Қазақта мынандай жақсы сөз бар: жалғыз жүріп жол іздегенше көппен жүріп адасқанда дұрыс деген. Дей тұрғанмен мен ол саланың мамандығы емеспін, бірақ менің өз ойымша электро дейтін көз қуат беру, қуат болмаса көптеген дүниелер тұрады. Егер де ол салынып жатқан атом электр станциясы халыққа 100% қажет және де жақсы жағына қарай қолданатын болса, халықтың игілігіне жаратылатын болса, әрине салуға қарсы емеспін, өз пікірім. Ал оған салынғанша дейінгі үлкен көптеген шаруалар болады, қаншама миллиардтаған ақшалар бөлінеді. Оның бәрі сол өзінің орныменен, бәрі өзінің жолыменен ғұмырлық шалынса, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Бұл енді халықтың пікірімен айтып жатыр деп білулеріңізді сұраймын. 6 қазан күні Құдай қаласа, ертең әркім өзінің пікірін салады, әркім өзінің ойын салады. Дей тұрғанменен халық айтса қалып айтпайды, біз көппен біргеміз.